Қазақстан тарихы 11 сынып. Сабақтың тақырыбы: кеңестік кезеңде Қазақстандағы полиэтникалық қоғамның қалыптасуы. Оқу мақсаты: Қазақстанның этникалық құрамының өзгеру үрдісін түсіндіру үшін депортация, арнайы қоныс аударылғандар, полиэтникалық қоғам, ұлттық саясат, интернационализм ұғымдарын пайдалану. Қазақстанда халықтың этникалық құрамының өзгеру кезеңдерін зерттеу. Кеңестік кезеңде Қазақстан этностарының өзара мәдени әсерлесу ерекшеліктерін түсіндіру. Тақырыпқа шығу: ардақтап анасын, құрметтеп данасын, бауырға басқанбыз баршаның баласын. Татулық, достықтың киелі бесігі, мейірбан ұлы отан қазақтың даласы. 1992-2006 жылдардағы Қазақстан Республикасының әнұранынан үзінді. Өлең жолдарын тақырыппен қалай байланыстыруға болады? Неліктен Қазақстанда көптеген ұлт өкілдері тұрады? 20 ғасырдың 20 жылдарындағы Қазақстан халқы. 1917 жылы жүргізілген санақ бойынша Қазақстан халқы 6 миллионнан асты. 1897 жылғы санақпен салыстырғанда халық саны өсті. Қазақтардың үлесі басым болғанымен үлес салмағы азайды. Себептері: балалар өлімінің өсуі, табиғи өсімнің төмендеуі, соғыстың ауыр зардаптары. Славян текті этностар көбінесе солтүстік және солтүстік шығыс облыстарда қоныстанды. 1920 жылы Қазақ-Қырғыз АКСР құрылды. Астанасы Орынбор қаласы. Құрамына Семей, Ақмола, Торғай, Орал губерниялары және басқа аймақтар кірді. 1920 жылғы санақ бойынша Қазақ АКСРінде шамамен 3 миллион адам болды. 91% ауылдық жерде тұрды. Санақ барлық аймақты қамтымады, азамат соғысының әсерінен. Басқа ұлт өкілдерінің көбеюі халық құрамын өзгертті. Интернационализм ұлттық саясаттың негізіне айналды. 1917-1920 жылдары аштық, азық-түлік салғырты, күйзеліс халық санының азаюына себеп болды. 1918 жылы Түркістан АКСР құрылып, қазақтар Сырдария мен Жетісу облыстарына шоғырланды. 1924 жылы ұлттық аумақтық межелеу нәтижесінде бұл облыстар Қазақ АКСРіне қосылды. Түркістан АКСР құрамына кірген облыстар: Сырдария облысы, Жетісу облысы, Ферғана облысы, Самарқан облысы, Амудария облысы, Каспий сырты облысы. Қазақ АКСР-ның полиэтникалық қоғамының өзгеруі. Оңтүстік облыстардың қосылуы арқылы Қазақстанның аумағы ұлғайып, халқының саны артты. Қазақ АКСР көлемі жағынан РКФСР-дан кейінгі екінші орында болды. Бұл бірігу республиканың мемлекеттілігін, экономикасы мен мәдени дамуын нығайтты. 1925 жылы Орынбор губерниясы республика құрамынан шығарылып, Астана Ақмешітке көшірілді. Кейін бұл Қызылорда деп аталды. Ресейдің Европалық бөлігінен орыс шаруалардың қоныс аударуы жалғасты. 1926 жылғы халық санағы бойынша халық саны 6,2 миллион адамды құрады. 86 ұлт пен этностық топ өмір сүрді. Соның ішінде қазақтар 58,5%, орыстар 20,6%, украиндар 13,9% құрады. Қазақтар Сырдария, Орал, Ақтөбе, Жетісу губернияларында мекендеді. Орыстар Ақмола, Семей губернияларында, ал украиндар Қостанай округі мен Ақмола губерниясында шоғырланды. 1937 және 1939 жылғы халық санақтары және депортациялар. 1928 жылдан бастап байларды тәркілеу, ашаршылық пен қуғын-сүргін салдарынан халық саны күрт азайды. 1937 жылғы санақ бойынша халық саны 5,1 миллионды құрады. Соның ішінде қазақтардың үлесі 42,6%,
орыстар 37,4%, украиндар 10,7%. Бұл санақ жарамсыз деп танылып, мәліметтері жойылды. Санақ жүргізгендердің көбін қуғын-сүргінге ұшыратты. Сол қуғын-сүргінге ұшырағандардың ішінде белгілі жазушы Герольд Бельгер солтүстік Қазақстандағы Есіл өзені жағасында орналасқан шағын ауылға көшірілген неміс отбасында өскен болатын. 1939 жылғы санақ бойынша қазақтар 2,3 миллион адамды, қазақтардың үлесі 37,8% құраса, орыстар 40% құрады. Депортациялар 1930-1940 жылдары. 1936-1940 жылдардың аралығында түрлі ұлттар Қазақстанға күштеп жер аударылды. 1936 жылы 360 мың арнайы қоныс аударылғандар тіркелді. Украинадан поляк және неміс отбасылар келді, 15 мыңға жуық. 1937 жылы қиыр шығыстан корейлер жер аударылды. Ал 1937-38 жылдары Кавказдан күрд, иран, түрік ұлттары көшірілді. Олар оңтүстік Қазақстан мен Алматы облысына шоғырландырылды. 1938 жылы Әзербайжаннан ирандық 2000 отбасы келді. Ал 1940 жылы Украина, Батыс Беларусь, Бессарабиядан мыңдаған поляк отбасылары көшірілді. Қуғын-сүргіннің салдары: қазақ жері көптеген жер аударылған ұлттарға екінші отанға айналды. Соғыс жылдарындағы Кеңес үкіметінің депортациялық саясаты. Ұлы Отан соғысының қарсаңында Қазақстанның этнодемографиялық жағдайы үлкен өзгеріске ұшырады. Соғыс жылдары Қазақстанға 60-тан астам ұлт өкілдері күштеп қоныс аударылды. 1941 жылдың соңына дейін 420 мыңға жуық неміс Қазақстанға көшірілді. Олар Алматы, Ақмола, Қарағанды, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарына орналастырылды. Депортацияланғандардың көбіне ауылдық жерлерге жіберілді. Оларға тек 200 килограммға дейін зат алып кетуге рұқсат етілді. Өз үйлері мен мүлкін жергілікті билікке өткізу міндеттелді, бірақ көмек көрсетілмеді. Немістер армия қатарынан шығарылып, ауыр еңбекке, МТС, колхоздарға тартылды. Олардың жағдайы өте ауыр болды. Аштық пен аурудан көптеген адам қайтыс болды. 1943-44 жылдары Қарашай, Еділ қалмақтары, шешен, ингуш, балқар, месхетиялық түріктер, күрдтер де Қазақстанға күштеп көшірілді. 1946 жылға дейін Қазақстанға депортацияланғандардың саны 1,12 миллион адамға жетті. Ал 1944-1948 жылдары 101 мыңнан астам адам қаза тапты. Соғыстан кейін халықтың табиғи өсімі артты. Тың игеру жылдары миграция есебінен халық саны көбейді. Ал 1959 жылы санақта халық саны 9,3 миллион болса, 1970-1989 жылдары 13 миллионға жетті. Қазақтардың үлесі барлық облыстарда артты. Орыстардың үлесі азайып, украиндар саны төмендеді. Қоныс аударылғандар мен жергілікті қазақтар арасында мәдени байланыс орнап, өзара ықпалдасу байқалды. Қоныс аударылғандар қазақ тілі мен дәстүрін меңгерсе, қазақтар жаңа мәдениет пен шаруашылық әдістерін қабылдады. Осы тақырып бойынша бірінші тапсырма. Кестенің соңында берілген сұраққа қысқаша жауап жазыңыз. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Қазақстан аумағының кеңеюі мен этникалық құрамының өзгеруі елдің дамуына қалай әсер етті деп ойлайсыз? 5-6 сөйлемнен өз ойыңызды жазыңыз. Назарларыңызға рахмет.